Annesinden gelmeyi Kılıçta altın bulmayday Acarlanday gönülmeyi Müdürüksüz kavıylanma Kulunun ıslak göz görmeyi Zirette bulsan acın bulsan Ağalhın ergendey Ayırda bulsan asıldan ey bana Balağında oturar erkasan Birin kalır süygünmeyi Zengin ayaksın varılan Ak bülgündey Zengin halkının başını kuragan Batırlıktın koyu belgisi Toptır basmak tuvalgın Şişindiktın koyu belgisi Top kabul söbür halgan Karımdıktın koyu belgisi Ayırından cevap çıkargan Sorumluktun koyu belgisi Gözge gülüp söpsün algan Gödüşü var basından Dayanı yok koyu bıcalgan Seni bir misal aytayın Köpçülükte zamanda Kömüsüz bir gün kalarısın Arayında bu zamanda Arasıp bir gün kalarısın Sen kurulay zamanda Türünde oydan tabarsın Halayıkta bu zamanda Kadersiz olup kalarısın Seni bir misal aytayın Seni bir misal aytayın Bay buldum dep maqtanban Bay buldum dep koymaktan dep Отырмын дәл 90-нан бересі халқым өткен көнбеген орындайтын Жыңғылды ауылының жырауы Нияз Тұрлы Бектұров деген
тұлпарым шу деп тебінді, күтіп тұрған мылтыққа ойламай шатлы өлімді, араласып өтул айдың ішінен тіреуге сауыт кигені, атқа бұлтарып тигені, қойға шапқан көрдей бергендерін түйреді. Берекесін қашырды, көрсетті қайрат ашуды, қимылдағы бір ояз 80 солдаттың бәрінде қырды сол жерде, біреуін шетке шығармай айдай, 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 ұзақ болғандықтан себебін бәугет деп астын сызып кеттім ау. Өйткені осы Елубай атамыз елеусіздеу қалып жүр, сол Елубайдың да бір термесінен үзінді орындап жіберсін дейді. Базарын құрарғай осындай допты көргенде арқалы жиынжа жауап естуге бәрін талай құмармай бойым деп салса беделді сағы біздені сынар ма аға жеңгей келін бар қатарда құрбы тегім бар сөз керегін береген береке сауы құрарғада ұлықсат еттің жарақтар сөйледіп бізге бұйырып қатар құрбы қарындас бұларда отыр қиылып кермақас сұлу шаңдоздар балқаған айдай үйреніп бұлар сөйледігі ісініркіреген несінің қалайша қалам тиылып қазына шашып тойлайтын береке сау ойнайтын асалдан бізге бұйырып той құралын меңгерген тұрып ойнап саулықта қатарда құрбы теңдермен неше күн жолдас болармыз аяға жеңге қарындасы баяндап баста тұрмайды дүние көшкен керуен ай опасыз бәлеймен көрген сайрағанды тасылдан келгісі алқада сөйлеп тербелген арқалы жүйрік сол болар сөйлеген көңілі көшіп кетпенген әділдің әкім белгісі аяқты көпке теңгерген ақылды адам белгісі айларды ойлап меңгерген наразылық белгісі антамаға түрікмей бет алдына септелген шеңгелдік кетсе ел жырының айды қайғымен қарттар жерленген емзерленген ай құрбыға құрбысын айтар бір-біріне мынау сенгеннен құрбының асыл жақсысы әзілдесі ойнаған татулыққа тоймаған арада дұшпан сөзіне тыңдауға құлақ қоймаған қанша сөз артық айтсаң да ауыр көріп қоймаған мына нашарлықтың белгісі әзілді шын деп ойнаған үйретусіз тайлақтай бетіне шапшып қойдаған жақсағаның белгісі артына ерген жақсы белгісі қалмаса қатар серіктен адамның ағашта көрген көрінер жайқалған гүлдей жапырағайды миуалы жемді сүрінбен Енді барда бастапқыда таныстырғанда айтып кеттім, Жетібайда жүрген кәдімгі өте желді жыраулардың біреуі, белді жыраулардың біреуі Аманбек Сәуірбаев деп. Бұл Аманбек өзінің Қосай атасы Қарнияздың термесінен басқаны айтпаймын деп, солай дау шығарған жерде аман жоқ аман тұрлыға айтқанын бір айтып бір халыққа деген сұрақ салған болатынбыз. Қабылдаңыздар.
aday yerine. Araladım alçındı Allah'ın vergen deminde. Ey jasta kalsın bat buzulup yenkişte tartau belimde. Bağda solgan bulbulday sayrabay jür koy tilimde. Ağaçında aldımda azayıp jür koy tenimde. Selimin seyrek beredi eleminin kelinde. Жастағы дәурен өткенін байқап та жүрмін көзімде. Қызыл жүзден нұр тайып күңгірт тарттау көзімде. Базарым бастан сейіліп жетім түккірді көңілге. Ей көрінбеген тау көзіме табында құрбым анай бек. Қос құлақта көті бар белгілі батыр ерімде. Кім қалғанын білмеймін бұрынғы өткен ерлерден Маңғыстау үстік жерінде. Желек қолдау жемсағыз атырау жайып көрінде. Ей қадырлап ағау жеңгелер отырған талай көрінде. Сағынған кеткен қосындай таппаймыз қадір бірінде. Ей келер еді бар болса сақау батыр замандас бектілеу бастас әлемде. Қайран дүние қайтейін балбан ұяс тұрман бет қиярна кісі өлімге. Аман тұрлау қожалап бердалау кесен сүгірде. Ей ертеден өткен пірлерім ата қозау ерлаба қармызбен өмір демірде. Жылқайдармен ергіліп қосылған талайды бірде. Құныбек сарау ертігіш қалыңбай айтты сенімде. Ей іздегенменен бұларды таппаймыз қазір бірінде. Асар сұпы самалып атам деген дәурен. Баян жоқ пәнейсің солардан ей қалған дүние. Халқымның кімдері өткен жоқ, кімдерге дауа жеткен жоқ. Ағалар ой кешегі іздесем бүгін ой күткен жоқ. Ойласам өткен соларды көңілге түсер ой көп салма. Тартынбай шапқаны ерлер ай қаптағанда жауғанма. Солардың біріне бұрынғы белгілеп неге ай қосыма. Тәңірі бергені шылаппен сармызбен кесер ай ер жана. Туғын шыққаны дұшпанның ата қозы ерлана. Өзінде көргені адамдар аман тұрлы қожалар. Балуан язай тұрман мен ерлері сүгір ай бай бара. Белгілі ерлер ай және де қармызбен көмір ай қонайым. Қарақай менен ай шабайым. Дауын шарқырағы құдабайым берді берек тосан ой мұңбайым. Бұлардың да бүгін ай бірі жоқ қара жер шыққан ай қалайына. Олар түгіл ай бүгінгі азайым жүр ай маңайым. Әнеде келді қарындас қаумалаған ай ағайын. Көрармасаң ай қош болың қалды алашай күші жүріп сегізде арзай адайын. Нұрматамыздан нең қашамыз келді. Мен қашам қош ерім тол ішінде толған шыны менен де шырғазам. Абармай қадыр қолдаған осылайша сөйлесем сөз қалама отымнан. Көралмаған біреулер сөз айта деген ой сыртымнан. Қаш жүйріктің белгісі доды да көресел қонған. Айтуды жүйрік бередім салдырмайған жоғым. Туған аридани, 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 аридани. Ей осыған қолым жетелге қырдан асқан түлгідей қырмызы қызылай заманға. Айтсам бір сөз ой өтерме ақылсыз туған жаманға.
қайра қамшы сілтеме сүйекке біткен шабанға егде жақсы бас қоса бірінде бірін тыя алмас егде жаман бас қоса төсекке басы сыя алмас ақылсыз туған жамандар ағайынға мал бітсе қызғаныштан көре алмас ей қас жаманнан ұл туса қатарымнан ұлдым дер қас жаманға мал бітсе еліменен жидым дер бұл күнде өзім ай болдым дер дүния деген саралдым әркімдерді алдаған қабаты қалмай қара жер қалайда елді шалмаған егде достың ай арасын айра деген оңбаған таңдалдыратын шығармыз басқаларға да кездеп көрейік жаңа жатыр ана жерде қайсы бірін айтамыз жаңа Закария жатыр дегенде енді үркіп қоялық арқаның қызыл еседі басы күртек тұмағал қыдырып шалар аруана кәрісі кімнің жоқ болса жастары болыр диуана бір сынаған жаманды екіншідей сынама тірлікте сыйласпаған жоғалтып елсізде аңырап қалған шақ енді біздерден ақыл термені Оралдан келген Фархат Оразовтан сұраған отырмыз Başkası uyduruyor alacak diye. Al. Kulağını başkarırsa. Bizde altında verir. Oturacak. Жағасында ұқар бар, қабағында ұқар бар, көнбегендай көндірген, рабабешке келген, көнгенменен өндірген, жәңгір деген қар бар, қарлығында оба бар, сұғырындай қоға бар, адырағандарының жыңғылымен тар бар, қонсағырақ жеңдей, жаясымен жар бар, бай деген алақандай нарымды, баспайданың бәрі бар, қапыда өткен дүние-ай, алақандай нарында, атағанменен ұрағар, демеген ағар, қарындас қатын көп қалды, қатында менен бала бар, жалғызда ұлым Махмұд, Бекетайымның ішінде боп жалғыз бір қалған. Ай, біз неттенер, сергелең менен өткенер, желденен дендерден, сағыздаменен желдерден, оламда талы өткенер, біз ерелік, ел нарында жүргенде, қалмаққа шатысқандарды шетінен сөйлеп жебеді, өтемістен туған өнер, онымыз аттамын денде, жел қайысқан қөлелік, біздің жайды сұрасаң, ерте көшіп кеш болған, сәндұрданың біледік, елді үшін егесті, жайықта үшін жандастық, қиғашта үшін қырылдық, тектер үшін тебістік, теңдікті малдау бермедік, теңдіксіз малға көнбедік, хандардың құрған ауырға, бұзығын ойлап кеңестік, аламанға жел бердік, басқа жұртты меңгердік, қара қазақ баласын қабырмен темірдік, астығымен тұрғанда ерегескен дұшманды ат көтіне өңгеріп, қабырғадан аққанған ат бауырына төгілтіп, әділ жаннан түңілтіп, күндерге күні болғанды ойласаңдар жігіттер сол қайраттан не көрден қайрат қанатын қаттау мойның қос, үй сатайдан айырылып, жалғыздықпен болдың дос, аспандағы қыз құс, көл қорғаны сен едің, сен айырылдың көліңнен, ел қорғаны мен едім, мен айырылдым елімнен, аспандағы қыз құс, сені де көлден айырған, башың үстің тепкіні, мені елден айырған, қан жәңгірдің екпіні, айырмай не керек, үй сатайдан айырылып, құсалықпен өтті ғой Махамбеттің көк күні
Ортамызға өнерден келіп жатыр ма? Оралдан келген жүйріктен тағы бір терме сұраған отырмыз. Әбу Бәкір пердерінің насихат сөзін айтып берсе. Мұхиттың жаймаға орнайтын әні соңғы кезде талас туғызып, мына Сібірдің кәдімгі көсіліп салғанда кейбір жерлерде сол мұхиттың әнінде пайдаланып кететін тұстары бар. Сол сияқты Сібір мұхиттың әнін әуелін пайдаланғанда, ал мұхиттың елінің азаматтары неге Маңғыстаудың жыр мақамдарын пайдаланбасқа деген бағытта. Жалпы батысты бірінен алалап бөліп алатын ештеңе жоқ. Сондықтан да мынау келген Әбу Бәкірді бір Маңғыстаудың сазымен салып қарашы, күйеу айтпақшы бұл да. Басыңнан есітуге құлақ етіп, маңдайдан көріп үшін көз жасаған. Айтсын деп шүкір сана жаратқанға, аузыңнан таңдайыңмен тіл жасаған. Сағатқа 24 ай бөліп қойып, шінде демал ішінде түн жасаған. Таңғалам құдіретіне жаратқанның, ойласаң сол сияқтың кім жасаған, кім жасаған. Бұл дүние атамыздан қалған қаңсып, бір күн ай түсіреді ай баудай шанышып. Кім келіп кім кетпеген дүнияға, қаларсың сен де бір күн жаныңды алса. Қылыпқа хаққа көңіл зікір етіп, тазарар зікір етсең кірің кетіп. Күнәлі күнәсіз дау айрат дейіп, өткізсе қыл көпірден біріндетіп. Періште кітап қылып берер олбай, тап болып алдыңыздан еттен күнәң берерсің. Хаққа жауап не деп сондай, бай бармай жанға жайлы жорғасымен, жан бармай осы жүрген жолдасымен. Ей, біреуге біреу шамаған қылмақ түгіл, болады дейді әркім алаңай өз басымен. Ал жігіттер өлмей тұрып орын сайлау, езгілік орыны бар жанға пайда. Сырат мизам таразы бар алдымызда, кеңшілік осы жүрген бізге қайда. Барады байларға жығаймағы менен, асырай жарлы тамағы жаны менен. Той болса домбыра тартып жыр айтамыз, біз кеттік жігіттіктің әні менен. Әр нәрсе жастықта өрілсәні менен. Алмады қата тілін балбаққады, көрінсе көзге қыз келін шегір жақтады. Желімен жігіттіктің атқа мініп, жетелеп кісі малын бұлғақтады. Bir күні баса ұрып сыздағанда, қоядық шымын жандау жер таппадық. Ей, осындай шариғат сөз айтқан менен, дұрыс таптыңдай тұғын, жан таппадық. Жан таппадық. Ай, жаманға бітірмейді ау салсаң бұйым, жақсының жүрген жер ау күнде жиым. Bir нәрсе қарап, сұрап барып алалмаса, болатты азаматқа өлкен құйын. Бәрі де ақылдығай керек нәрсе, бұл сөзге түсінерсің болсамайын. Ақылсыз бір туса да қараспайды ау, сәл жерден қате кетіп тайса күйін. Ақылсыз арқа сүйеп сөз айталай, өзінің ауылымен көрсүйген. Көжеге 5 күн той саймас болады, ақымақ қартайса да жас болады. Тамаққа ішіп отырған сым тағам деп ұшырап кепиетіне аш болады. Ай, тағы да береді Аллау зарыққасын, тағы да баяғы соны ұмыталай. Көжеге 5 күн тойып болып қасың, тап болар адамзатқа үлкен қиын Алланың қарғысынау жорыққасын. Жігіттері кей адамның көңілі кіші, ай, бақыттың қонатыны сондай кісі. Егерде сол адамға бақыт қонса, халқына тым жағдайлы болады.
Soны bulsay jaratuvchi solardan bizga bir kun jeteluvchi. Ey Xudoy jo'q, payg'ambar jo'q o'zini uchun o'ylasang ahmoqdan yetkinisa, bir kun oldaringdan tap bo'lmayma. Jilshingning tavosi aytgan angimesi, qarasang birov vaqtda birov taqda ko'nglim talpinadi har tarafqa. Ey o'shunday azamatlar kelgan кезде, qizil til shaman kelsa urg'araqqa, do'singni yaxshi ko'rsang sirtdan baqqa, o'zini 5 kundan so'ng olib salat. Şişilip sarayıp bandar zaman dostqa Adeta kuyovga jırlattık koy. Ana osu bizim avlumuzdan alıp ketken kızdı da görümüzde. Beybet Medine avlunun kızı. Akmaral yerim Pelin Hanova. Bizden öneri kolejini olsun, Mangıstau'nun öneri kolejini bitirген. Biz olsun medetin avlı bulğaсын, medet жыл келдірем, yani құланларды сұрап отырмыз бұл қарындасымыздар. Осында отырған көптеген елде белгілі адамдардың тумадастары отыр, қазір солардың аттарын атап жіберуге де мүмкіндік бар. Қазір қарындасымыз айтып болсын. Енді келесі кезекте Қашаған Күржіманұлының сонау жалпы қазақтың Алтайдың ар жағынан батысқа қарай өрби көшкен кезіндегі Атамекен деген үлкен толғауы бар. Осыны Темірбек Асқанбаевтың орындауында қалдарыңыздар. Алым нұрым ақтаным, осылар еді тақтағым. Айтқанын өткен кәрінің барынша айтып берелік ау жеткізе алсақ сарының. Өй өз көзім көрген атамда абыл нұрым мақтаным, осылар елай тақтағым, осылай деп маған үйреткен. Тарихтың ескі ақпарын айқасақ бір деген едеді қайырлы халық атанған үш қожаның тұғымы. Өзі өнген қатардан Үйсіргеттің тең ойы, алты судың өн бойы, атамыз қонған жер екен, ей көршілер серлер шау бола. Ойлағандары тау болып ай кетіпті біраз бер екен, ей алғи судың бойында. Алшын деген азауыл ай Қытай менен жау болы, көшіпті салып қарауылы, аттың да мініп жарауын, ей көтеріп көшкен іргені, жинады ноқта сіргені. Қарттар мен ерлер жиылып, ортаға салды білгені, айтулы ерлер
арқаның кең даласын жайлады қазақ баласы сырдан төмен саладың ерек қобда саласын мекенделіп кетіпті көше жүздің мына баласын Айтуғанның термесі деген бір айтылмай жүрген жар бар ағайын. Аурудың көңілін кім ашар, хал сұраған жан ашар, шерленген ердің қайғысын әлдейлеп сүйген бала ашар, басына қонған бағашар. Жігіттіктің күнінде алма мойын аршын төс ақылды болса алғаның жайраңдап шықса алдыңнан сұлу қып сүйген жарасар. Ат қайғысын кім ашар, сұлыменен сүт беріп күніне жіті қараған тай бұрылға ашар, бір жүрген атасы менен анашар. Бәрін айтта бірін айт, жамандық менен жақсылық, әр нәрсе көрсең жігіттер сабырлық еткен жарасар. Бұрынғылар айтыптың орын таппаған қайраттан, ердің сарытан, қормысы келмес күмістен бабын тауып суарығын сұлулап соққан қысарытан. Шығыстан шығып желдеткен күні бойы шаңдатқан жауынсыз өткен жазыңдан жайылып өтсе қысарытан. Бірге жүріп өспеген бірін тістеген, бір ауылға сыймаған, сыйласпаған туғандар айды. Сыйлы болған жатарды таза болса тамағы, шарқырап тұрса аяғы, қанның деп түріде шалқайғы ордасына қандардың. Сырты ораш болған мен қоңырда болса шарыта, теңізден келген пароход жағадағы алып қайықтан, кішіде болса күш арта. Көз жеткізіз теңізден, шөл деген жанын татпаса, бақа сорған көл арта. Мыңғырып малы біткенмен қоңсы қонған жарлыға, көлеңкесі болмаса баятанған шіркіннің барынан да жоғарыда. 20-ға жасым келгенде айтуған жырау ватандым, білгенімді жыр етіп топқа салдым басымды, азғана ғұмыр ішінде айды. Сайраңдандар жігіттер. Әлемдәрдақтағай мұна осынау жүргешін ұйымдастырып отырған Бердіханның басты мақсаты кешегі өткен асылдардың ұрпағы әлі де арамызда бар екендігін өздеріңізге дәлелдеп көрсету. Асылдың сынығы осы жерде көптеген баяғы өткен аталарымыздан қалған қаншама адамдардың ұрпақтары отыр. Осы жерде маған тіпті телефон соғып отырғандар да бар. Мысалға Орал Қосай айтып жатыр, кімнің Кенже Әділдің осында Арабиға деген қыз отыр деп. Жалғыз ол емес, осы жерде 69 адамның тума туыстары отыр екен. Олардың бәрін бірдей айтып кетуге мүмкін емес. Жаңағы Айтуған Тайұлының ұрпақтары Бақтыбай аға осында, Ұзақбай Қазжанұлының ұрпағы Тұрлы аға осында, Сүгір Бегендігінің ұрпақтары бар осында, Қашаған Күржіманның ұрпақтары, Сәттіғұл Жанғабылұлының ұрпақтары, Абыл Ақынның ұрпақтары, Абырайым Құлбайұлының ұрпақтары, Баллай Көшкінбайұлының туыстары, Қалнияздың өзінің тікелей туыстары, Өмірзақ Қалбаев дейтіннің ұрпақтары, осы жақында ғана дүниеден өткен. Иса Тіленбайұлының ұрпақтары, Елбай Қосынбайұлының ұрпақтары, Мұрат Өскінбайұлының ұрпақтары, Нәби Нұрқасымұлының, Шолтаманның ұрпақтары, Емберді Болыстың ұрпағы, Құлшық Бидің ұрпағы, жаңа айтып кеттім, Кенже Әділдің ұрпағы Рабиға, Нұрдәулет аға дегендер бар осында. Түйте Өтешбайұлы, Түмен Балтабасының ұрпақтары, Манарбек Мұқаштары, бәрінің бірдей аттарын атап өту мүмкін емес. Уақыт алмайық деп отырған не. Ғафур Қалбыұлының, Қожа Ғафурұлының, Бәйменбет Маяұлының, Өмір Қараұлының, кешегі Алшынның ұрпақтары, Есмағамбет Мекеұлының, Есболай Палуан ұрпақтары, Қайыптың ұрпақтары, Есенғали Бөкенбаевтың ұрпақтары, Сауран Ақын, Әділ Қайқының ұрпағы, Тұрсын Алашұлының ұрпағы, сосын
ұрпақтары, Әбдіақұлдың ұрпақтары, Қарасай жырау, 40 мылтық Қарасай жыраудың ұрпақтары, қолдықтары, Арасмағамбет Ақынның ұрпақтары, Аралбай, Жетімек Аралбайдың ұрпақтары, Ұруы, Зорбай, Қамысбай, Бәйімбет Палуанның ұрпақтары, Көкен Молда, Айтқұл жыраудың ұрпақтары, Досатбай, Зәкәрия, Теней Зәкәрияның, Зәкәрия Шамталпақтардың ұрпақтары осында. Әлқуат Матай Әлқуаттың ұрпақтары, Бекет Атаның тікелей ұрпақтары, Алпысбай Қырықмылтықтың ұрпақтары, Жылгелдінің ұрпақтары, Жетібай Жылқышұлының інісі деп жазып, Ержан Қазіреттің, Сайын Әділханның, Шамғолдың ұрпақтары, Ізбасар Шыртановтың, Ертөлектің ұрпақтары, Ершотанның ұрпақтары, қайсы бірін айтамыз ағайын. Бірінші орыннан тұрсында уақытымыз алмай-ақ қояйық. Бағана бастаған кезде ардақ ағайын, байтақ дала төсінде сан ғасыр көші-қонды күндер өшкен қазақ халқы жан сезімін, яғни түсінік түйсігін жырменен жеткізген деп бастадым бір сөзде. Шайып адамгершілікті ғана ту өткен деген сөзді мен алғы сөзін жазған Қайран Қабиболла Сыдықов ағамыз еді. Жүрген бақыты Гүлшат апамыз келіп отыр, жеңеше деп айтуға көзіміз қимайды. Ортаға шақырамыз ағайын. Айтман аталған Әбіш Кекілбаев Айтман деп айтып кетсе деген ниет. Киелі топырақ Маңғыстауға атағым келін ретінде сәлем берді. Туған жер болдың екен неден ыстық, сүйуге топырағыңды құшып-құшып, сандығын сағыныштың айқарашып, келемін аспаныңда құстай ұшып. Кең дала таңғы шақта манаураған, мен сенің топырағыңа санаунағам, бойыма небір абзал нәріңдар, от алып жас жүрегім алаулаған, толтырған көңілімді күйгеменің, туған жер әлі өзіңнен үйренемін, алыстан анам дамсап оралғандай, көргенде бір өзіңнің күйгенемін. Сөйтіп туған жер туралы жырлаған Қабекең арамыздан кеткелі 15 жыл болған екен. Сол 15 жылдың ішінде артында қалған мұрасы топырақ астында қалған жоқ, қағаз астында қалған жоқ. Одан бері қарай өзіміздің елдің азаматтарының көмегіменен о кісінің 10 шақты кітабы жарық көрді. Соның бірі мынау «Бес ғасыр сөйлейді» деген кітабы былтыр шықты. Осы кітапты мен бүгін мына мүшәйраны ұйымдастырып жатқан біздің мына Мұнайлы ауданының әкімі Нұрлан мырзаға сыйлағым келіп тұр. Аудан өкілі бар шығар, ортаға шақырыңызға. Тездетейік, жүгіріп. Нұрланның өзі бар екен ғой. Білемейім. Нағыз елдің қазынасын қорғап жүрген азамат. Ол жау қошеметтен қойыр ағай. Осы өзі әдебиетші болмаса да, әдебиетпенен мәдениетке шартылап жана ашып жүрген бауырым жаңағы осы кітаптарын жаңа айттым, ел азаматтары көмегімен шықты деп. Енді Қабекеңнің өзі ісім болмай темір қола жезбенен, алтын күміс жыр іздеген кезбенен, ақын жырау, әнші, сазгер, сәулетші, мүсіндедім бәрін сырбаз сөзбенен. Сонда дағы жете алмадым арманға,
армансыз жан болды мекен жалғанда, зейнеті мен бейнетіне ризамын, жаббар ием пешенеме салғанға. О, сәулетші, тастан түйген түйінді, уақыт жетсе сырласарға. Ол зәреде сиемес үлгі мына өтіп атқан шараны. Әрі Қабекеңнің осы елдің жігіттері, елдің азаматтары Маңғыстау топырағына келе алмады, сондықтан мәңгілік мекені болсын деп Жетібайдың бір вагон қызыл тасын жіберген азаматтар. Сол мәңгілік мекенін сол қызыл тастан біздер тұрғыздық. Сол мекенге құлыптасына жаңағы алдыңғы 4 жолын жазып қойдық. Ісім болмай темір қола жезбенен, алтын күміс жыр іздеген кезбенен, ақ сырбаз сөзбенен деді. Ал енді ол кісі жаңағы арманы бар мекен деп айтып жатыр ғой. Ол кісінің де арманы болды. Ол арманның біреуі жаңағы осы жерде айтып кетті ғой, Амандық кішкентай Ақберен деген кітап. Ол Ақбереннің ішіндегі жыршыларды, ақындардың дін туралы айтқан сөздері, патша туралы айтқан сөздерінің бәрін күзеп тастап, кішкентай болып шыққан. Соны үлкен етіп, барлық ақындардың өлеңдерін кіргізіп, шығару ол кісінің арман еді. Сол арманын біз інісі Сағын Қырымқұлов інісі екеуміз орындадық деп ойлаймын. Оны барлық ақындар екен, оған риза болған шығар деп ойлаймын. Қабекең жаңағы мына жыршылар жырлаған шығармаларды бәріне де бірін әлгі қайсы бірін айтайын, бір шекер, бір бал дегендей, осы кісілердің бәрінің айтқан шығармалары сол ақындардың бәріне де Қабекең қалам. Осы ой салсам өткеніне сырын ұғам, ой салсам өткеніне мұңын ұғам, жан еді ол былғанбаған бүлінбеген, жаралған көлдің мөлдір тұнығынан. Сөздері таза еді ғой, жанысынды, жайлаудың жаңбыр жауған ауасындай. Демей-ақ, елдің ұлы данасымын, демей-ақ, елдің ұлы панасымын, жерінің оймен қырын түгел кезіп, тірнектеп жиып алған әр асылын. Тірліктің алданбаған қызығына, жаланың қарамаған ызыңына, лапылдап өртенбей-ақ, маздап жанып, жылытып отыратын қызуына. Асығыс болмаушы еді бірісінде, сыйлайтын жұрттың кіші ірісінде, сырбаздық бар еді оның күлісінде, сұлулық бар еді оның жүрісінде. Қитұрқы сезімдерге ерік беріп, жүрмеді ол арзан жүріс желік керіп, көргенде Қабекеңді мына өмір бір сәтке кетуші еді көріктеніп. Туғансыз туған жердің бағынасыз, іздесек сөздер болып ағыласыз. Маңғыстау, Атырауды сағынғандай, Қабеке, өзіңді енді сағынамыз. Бұны жазған Темірқан Медетбек. Мен Темірқаннан артық айта алмаймын. Алғысым шексіз. Жыршылардың дауысы қарлықпасын, ақындардың қаламы мұқалмасын. Барлығыңызға рахмет. Рахмет. Әуселесі биік әлеумет кеш болып жатыр ғой, өздеріңіз сезіп отырсыздар. Баяғы Ноғайлының ұлы жырауы Шалкиіздің сөзі бар еді ғой. Мен тіленшілі Шалкиіз, кешегі ием би темірдің тұсында бұлтқа тие жазды бұл мүйізде. Сол айтқан кеше мүйіздері бұлт шайқаған қасиетті шалдардың жаңа біразының аты аталды. Ұлы бардың өзі қалады, қызы бардың ізі қалады деп қалған өздері де, іздері де осы залда отыр. Осыны жастан ақыл, осыны ойлап тапқан мына жаңағы мекемелерменен оқу орындарынан зорлап жинап алып келмей, сол қанында ұлы бабалардың әлі ұлы сарыны дүбірлеп жатқан ұрпақтарына келіп мына кеш еткізіп отырған, осыға ұйтқып мұрындық болған Бердіхан әлмен інімізбенен оған қолдау көрсеткен азаматтарға алғыс айтқым келіп тұр.
Осы біреулер қазақ деген елде мемлекет болмаған деген сияқты сыртымыздан әңгіме айтатын көрінеді. Болғанда қандай? Кеше менің бабаларым Тоныкөкпен жолдық деген тұнау Орқын керуленнен бері қарай Қаратасқа жырларын, ұлы жыраулар қашап жазып жатқанда, бізге әлгі саусағын шошайтып, бұл ел болмаған, мемлекет болмаған, малдың соңында ағып жүрген, қаймана деп мошқағысы келіп жүргендердің ата бабалары әлі абыройында жауып үлгерген жоқ. Ағаштың басынан жемістері теріп жүреді. Бірақ бұрынғы бабаларымыздың даңқын малданып, біреуге бүгін доқ көрсетудің қажеті жоқ деп есептеймін. Біз енді өз күнімізді көруіміз керек. Ол күнді қалай көреміз? Кеше біздің ұлы қағанаттарымыз тұнау Байкөлден тұнау Азауға дейінгі алып мемлекетті иеленген алып қағанаттарымыздың мемлекеттігі 5 бұтақ, 5 буын, 5 институттан құралған. Бірлік, қағандық, билік, жыраулық, нояндық деген. Осы 5 саусақ бүтін бір жұдырық болып тұрған кезде, әлгі бізді келеге қылып жүрген, төбемізді ойнап жүрген ғасырлар, бүгін бағы озып, дәрежесі озып отырған ұлттар босағамыздан да сығалаған жоқ еді ғой. Ал осы 5 буынның бір бұтағы жыраулық мектеп, біздің ол түркі қағанатының ұлы жыраулар, Тоныкөктің ұрпақтары да осы жерде отыр. Осы залдың ішінде мен тауып бере аламын. Ал сол Тоныкөктің 6-7 ғасырлардан бері қарай. Ал сол жыраулардан кейінгі Алтын Орда дәуірлеп тұрғанда сопы басы ұлы Сыпыра жырау көш бастады. Толғау айтып 9 қанды түзеткен, 180 жас жасаған, жақсы сүйегі босаған Сыпырадай бір жырау көтерімді дүниеден арманым көп деп жылаған деген оғысының жырын жаңағы аяулы Қабиболла ағамыздың Ақберенінен алғаш оқып едік қой бала күнімізде. Сол Сыпырадан жалғаса Семей Өскінбайдың Құдайбергеннің Қасаболаттың қожагелдісі, қожагелдінің малгелдісі, малгелдінің баласы Өгізбайдың жыр табылды. Өгізі туралы тек құр әңгіме ғана болатын бұрын. Ол да тоғанақ кеңдердің арасынан шықты, Құдайға шүкір. Міне кеше 20 ғасырдың қандай біздің осы Маңғыстау жырларының қалай бастау алды, тасқа қалай түсіп бастады деген мәселе болса, ол ұзақ әңгіме. Негізгі бірінші тасқа түсуі 1875 жылдан басталады. Арадылықтың жинаған мұраларынан басталады. Одан кейін 20 ғасырдың бас кезінде Қазаннан шыққан мұралар бар. Оның бәрі тәртіп сипатпай Қалел Досмұхамбетов 20 жылғы аламаннан да жарық көрді. Қысқасы сөйтіп келіп біздер кешегі оталып кеткен ұрпақтың орнына Құдай тағала солардың өтеміне бізге бірнеше айлапат тұлғалар берді. Олар кешегі ғана жылын өткізіп келген, қара туын жығып, ақ туын мәңгі тігіп келген Әбіш Кекілбайұлы. Алдыңғы жылы өмірден өткен апамыз Фариза Оңғарсынқызы. Оның алдында өмірден өткен Өтежан Нұрғалиұлы. Қыршын кеткен күш мүшелінде Меңдекеш Сатыбалдыұлы. Сондай-ақ Қабиб титандарды біздің елімізге берді Құдай тағала. Сонша жомарттықпен осындай алыптарды берді. Ол алыптар өздерінің қызметін алғаусын атқарды. Соның себебіменен сол кешегі үзіліп қалған жолын қайтадан жалғанып, міне біздің артымызда өрімдей ұрпақ сол бабалардың сазын күңірентіп отыр. Мен осы кеше әлеуметтік желілерде бір сорақы нәрсе көрдім. Мынау бір супермаркетте акция өтіп жатыр. Ішінде кілең мауыздай тыржалаңаш жастар жүр, қазақтың азаматтары. Масқарасы әйел адамдар да бар ішінде. Бұл не десе, бұл осындай акция дейді. Қыстың ішінде жалаңаш, қазақ айтқан абыройыңды ашып жеген борығың құрсын деп. Мұның бәрі міне біздің ұлы сарыннан, ұлы киеден ажырап,
жын мен ібіліс марғұмның жетегіне еріп бастағанымыздың белгісі. Ей айналайындар, қасиетті топырақты дәретсіз қадам баспаған аналардың ұрпақтары. Ей айналайындар, мынау қасиетті қоңыраулы құба дөңдерге қорған болып өткен ұлы пірлер мен ерлердің ұрпақтары. Біз осындай ұрпақ көреміз деп тәуелсіздікті алдық па? Егер өткеннің ілебі бүгіннің кеудесінде жүрмесе демінде, онда тәуелсіздігінің айбыны, азаттығының айдыны, осы болашағының бәйгісі байрағы болмайды. Сондықтан ол үшін Алла Тағала адам баласының тәніне өзінің нұрынан рухты үрлегенде періштелер 7 түрлі сазбенен кіргізеді ғой. Анау рух адамның ертең күнә жасайтын, қылмыс жасайтын адамның тәніне кіргісі келмей қиналғанда періштелер сондай сиқыр әуезбенен келіп енгізеді ғой жанды. Міне сол періштелердің лебінен шыққан ұлы сарын, мынау ұлы жырлардың үнін, демін, киесін ұрпаққа сіңіруіміз керек. Басқаның бәрі бекер. Бұл жырлардың астарында ақ пайғамбарымыздың кәләмі, ақ Құдайдың, Алланың ақ кәләмі Құранынан, ақ пайғамбарымыздың хадисінен бастау алған алтын дария қылып жатыр. Сол алтын дария біздің кір шалған жүрегімізді шаймаса, онда бәрі тіпәк. Құдай содан сақтасын бізді. Ал енді мынау жаңағы біздің Жұмекен марқұмның Мұхтар Әуезов өлгенде айтқан сөзі бар еді. Бұл қайғыға төзермен, Мұхтардан да жұп қалғанын сеземмен деп. Әне жаңа жеңешем Гүлшекең айтып кетті. Қабекеңнің қалай қиналғанын, діни сөздерді жырлардан үкімет цензураның қалай қиып тастағанын, талай тарихтың қиылып қалғанын айтты. Міне осы қалған нәрсені жеткізушінің бірі тағы бір титан, ол Жетібай жылқышылы еді. Сол Жетібай жылқышы ұлының жанкешті еңбегінің нәтижесінде 95 жылы Қабиболла ағамның алғы сөзімен Жырдария деген кітап шыққан. Енді міне сол жалғаса ол 25 ақын жырау шыққан Маңғыстаудың, енді оның үстіне тағы да 30 жырау ақын жырау қосылып 5 томдық қолдарыңызға тиіп отыр. Осы ұлы мұра құтты болсын сіздерге. Ұрпақтарыңыздың жүрегіне жұғысты болсын. Осы жолда еңбек еткен, кеше күні кеше міне бүгін жетісі өтіп жатыр. Ең соңғы Маңғыстаудың алыптарының бірі Тасқара Ақсақал құлап, көрсетіп құлап түсті 84 жасында. Міне сол Тасқараның перзенті Ақылбек кенже баласы. Осы біздің қазіргі Маңғыстау жырларының қазынасы, сарайы, алтын күміс құлыпты алтын сарайы десем, мына артында отырғанның біреу өтірік деп айта алмайды. Сіздер де айтпайсыздар. Бүгін осы жерде шәнімізді келтіріп жырлайтын еді, енді мынандай жағдай болды. Міне осылардың еңбектерін, мынау осы кітапты шығаруға үлкен еңбек қылған мынау Әнуарбек Имағанбет ініміз, таңдайы мөрлініміз, қазақ поэзиясының қазіргі жастарының маңдай алды өкілдерінің бірі. Сұлтанбек Құдайбергенұлы өте талантты зерттеуші ініміз. Міне осылардың да еңбектерін сіздер естеріңізде сақтап біле жүрсін, үлгі қыла жүрсін деген ниетпен айтып отырмын. Енді сөз сағасы деген енді мұрын жырау атамыз ғой. Осы жыраулық көштің салқар мұхиты, кешегі Мұхтар Әуезовтің өзі тыңдап таңғалып, екі теңіз бар екен, біреуі Каспийдің өзі екен, біреуі сіз екен деп кеткен мұрын жырау ғой. Сол кісінің де парламент әлдересе жыл бұрын ЮНЕСКО-ға ұсынған, осынша салқар жыр мұхиты ЮНЕСКО-ның тізіміне ену керек болған, бірақ ол кісінің артында жыр мектебінің болмауынан ол мақсат орындалмай тұр. Сондықтан жігіттер өтініш, алдағылар да, арттағылар да. Біздің осы Маңғыстауда осы ұлы жыраулардың мектебін аша алмай отыруымыз бұл сүйекке таңба. Сондықтан осыны ескеру керек. Сөз сағасы, онсан байтақ білген жер, Орманбет бидің өлген жер, күйкен сыртым манашы, манашы соның баласы, мұрын жырау сеңгірмеу. Ұлығыр мен ені теңіз арасы, ер манашы қарға бойлы қаздуғанның баласы, күйкен еді анасы. Жалмақ тымды манашыма,
заманның ит таласы. Ер ұлының қасіретіне шыдамай, аңырағанды ана соның шамасы, адыра қалды сайменен саласы, қаңырағанды көк теңіздің ақ кемелі жағасы. Ақырында қонысынан айырды, қарға бойлы шайырды, 40 туысқанның көңілінің аласы, ит дұшпанның тынбай жапқан жаласы. Жезайыры от құсқан, қамалағанда көп дұшпан, қисайғанды жығасы, жыртылғанды жағасы, кегі қалды аласы, кегі қалды қарасы. Жыры қалды алмауыттай күлдірлеп, жасын шашып тағасы, күн қасында оның сырлы дарасы, ай толғанда толқидай бір шарасы. Ол заманның батқанымен қарасы, бізге де ортақ ноғайлының наласы, ал тұрақты мініп маған жеткізді, кеште шалдың мұрын деген данасы. 40 молдалық құрымна жауһары деп алынбаған бағасы. Шың басында 40 таңбалық қырымнан, 40 молдалық құрымнан жауһары деп алынбаған бағасы. Шың басында оның жырлы қаласы, шайқалады жеміс төгіп ағашы. Оғландарын кәпір жұтқан кезді айтып, зарлы айдалы қарыс түрттің даласы. Татып көрсең су күліп келген кеше құдей жұрыннан. Сонда деп тұр ендігі сөз сағасы. Қызыр дертіп қасына, шығып алып күйкен ұшқан басына, құбылаға қарайды ол удай ашып жарасы, судай ашып санасы. Күткен айы тұмақ бәрі қарашы, қарға бойлы солғасқа, сертетпекті қонысынан алмасқа, 15-нен толғандайдың жаңасы. Айтқан сөзін қабыл алып алашы, басылар ма жаудың жапқан жаласы, серігоның шалдар үйген обасы, күте дайын қашпай тілден тобасы, селт етпейді қасқақпайды, шың басынан салмардай моласы. Етек қона сүрмейді ергізде табандағы ит дұшпаны. Осы қашыраулар күйшіде, жыршыда, ақында өзі композитор болады ғой. Сол Махамбет бабамыздың жұмыр қылыш дейтін күйін анау Желтаудың жел жағынан, нарының бер жағынан, яғни Ақтөбе облысы Байғанин ауданынан келіп тұрған еліміз Нұрхан Халықтың орындауында тыңдаңыздар.